Баршаңызға қайырлы күн. Оразаның 8-ші күніне арналған ауызашарға ерекше дәмді тағамды жасаймыз. Яғни сорпамен салат жасаймыз. Видеоны соңына дейін қараймыз. Алдымен етімізді ірілетіп, төрт бұрышты етіп жуып аламыз. Одан кейін табаға сары майымызды құйып, етімізді салып, шамамен 3-4 минуттай жақсылап барлығын араластырып, қуырып алатын боламыз. Етіміз қуырылғанша енді пиязымызды теңге екіге бөліп, одан кейін ұсақтап жіңішкелетіп, видеодағыдай турайтын боламыз. Туралған пиязды енді табаға салып, етпен араластырып, пиязымыздың түсі сарғайғанша, жақсылап езілгенше бір 4-5 минуттай араластырып, табаның бетін жауып қуыратын боламыз. Пиязымыз қуырылып болғанша барлық көкөністерімізді турайтын боламыз. Яғни картоппен бізге сәбіз қажет болады. Картопты алдын ала тазалап алып, одан кейін де осылай бөліп, төрт бұрышты етіп, ірілетіп, немесе ұсақтап, қалауынша осылай турап шығатын боламыз. Картопты негізінде молырақ қосқан жақсы. Сол кезде сорпаңыз қою және де өте сіңімді, тойымды болып келеді. Енді дәл солай сәбізді де тураймыз, қатты ірілетіп, жуан қылмаймыз, орташа деңгейде. Одан кейін оны да төрт бұрышты етіп, әдемілетіп барлығын турап шығатын боламыз. Сәбізді қатты ұсақ қылудың қажеті жоқ, өйткені қатты ұсақ қылса сорпамызда езіліп кететін болады. Қызанақ қосу міндетті емес, қызанақтың орнына қызанақ пастасын да қоссаңыз болады. Менде үйде жарты қызанақ болған соң, осылай оны да турап, қызанақ пастасының орнына қызанақты қосатын боламын. Мінекей, көріп тұрғаныңыздағыдай, біздің пиязымыз жақсы пісті. Енді оған бірінші қызанағымызды салып, жақсылап араластырып, 3-4 минуттай қуырып аламыз. Яғни қызанақ өзінің согын шығару қажет болады. Бетін жауып алып қоямыз. Одан кейін 3-4 минут өткеннен кейін қызанағымыз жақсы езілген соң қалған көкөністерімізді, яғни картоп пен сәбізді салып, араластырып, тағы да бір 2-3 минут қана қуыратын боламыз. Дәл осылай жасасаңыз, сорпаңыз өте дәмді және де жасалу жолына, яғни уақытына тез кетеді. Кейбіреулері достар, сорпаны сүйекке салып қайнатуы мүмкін, бірақ та осы әдіспен жасап көруге де сіздерге кеңес беремін. Мінекей, келесі кезекте дәмдеуішімізді, бұрыштарымызды қосып, араластырамыз. Осы кезден бастап суымызды қайната берген жақсы, өйткені қазір сорпамызға қайнатылған су қосқан жақсы. Сол кезде қайнатылуына көп уақыт кетпейді. Яғни қайнатылған су қоссаңыз, бір 3-4 минуттан кейін сорпамыз қайнайды. Сол кезде бетін жауып, етіміз жақсылап піскенше 1-1,5 сағатқа алып қоямыз. Мінекей, сорпамыз қайнады, дәміне қарай тұзын да қоссаңыз болады. Енді бетін жауып, етіміз піскенше 1 сағаттай қайнатып аламыз. 1 сағат өткеннен кейін енді осы сорпамызға лапшамызды, яғни кеспемізді салатын боламыз. Сорпаны өте қатты сұйық қылудың қажеті жоқ, сәл ғана қоюлатып жасасаңыз болады. Одан кейін сорпамызға дәм беру үшін бір сарымсақты үккіштен өткізіп, сорпамызға қосып, тек 3-4 минуттай сорпамыз бір бұрқ еткенше қайнатамыз. Өйткені біздегі кеспеміз жұқа, яғни 3-4 минутта дайын болады. Сорпамыз дайын болғанша, оған дейін тез-тез салатымызды жасайық. Салатымыз майонезсіз жасалады және де дәруменге бай салаттардың бірі. Ол үшін бізге орам жапырақ қажет. Орам жапырақты ұзыншалатып, жұқалатып, дәл видеодағыдай осылай соломка тәріздес етіп турайтын боламыз.
Одан кейін табамызға салып, үстіне шым-шым тұзымызды сеуіп, жақсылап мыжғылап аламыз. Яғни біздің жаурам жапырағымыз жұмсарып, өзінің сөлін, яғни соғын бөлуі қажет. Келесі кезекте редискамызды дөңгелетіп, жіңішкелетіп, осылай турайтын боламыз. Редиска біздің салатымызға ерекше дәм беретін болады. Одан кейін қиярды теңдей 4 бөлікке осылай бөліп аламыз. Одан кейін оны да ұзыншалатып, жұқалатып, видеодағыдай турап шығамыз. Қызанақ болса, қызанақты да қоссаңыз болады, бірақ қызанақ міндетті емес. Мен тек қана жарты ғана қызанақты қостым. Осылай алып тастап, оны да жұқалатып, ұзыншалатып турайтын боламыз. Барлығын бір табаға саламыз. Көк шөптен, яғни укробымызды саламыз. Дәм беру үшін лимон қышқылын сәл ғана қоссаңыз болады. Дәміне қарай тұзымызды, өсімдік майын қосып, жақсылап барлығын араластырамыз. Мінекей біздің салат дайын болды. Жасалу жолына бір 10 минут уақытыңыз кететін, еш нәрсені қайнатпайтын, бірақ соның өзіне дәруменге бай салаттардың бірі. Мінекей 8-ші күннің мәзірі дайын болды. Рецепт ұнап жатса қыздар барынша лайк басып, комментарий жазып, мені қолдап қойсаңыздар. Сіздермен бірге болған Гаухар ас болсын.